Үлкендігі бойынша теріден кейінгі екінші орын алатын ең маңызды орган бауыр болып табылады. Бауыр керемет регенеративті қабілеттерге ие. Ол өзінің бастапқы 25% тінімен толық қалпына келтіре алады. Қазіргі таңда бауырдың 500-ден астам өмірлік функцияларды атқаратыны дәлелденіп отыр. Соның ішінде миды глюкозамен қамтамасыз ету, қоректік заттарды сақтау, токсиндерді бейтараптандыру, гормондық тепе-теңдікті реттеу. Соның ішінде қалқанша безінің гормондары мен бүйрек үсті безінің гормондарын реттеу. Және де ағзадағы барлық қан бауырдан фильтрден өтеді. Асқазан мен ішектегі қан да бауыр арқылы өтеді. Бауыр ас қорытуға да қатысады. Ас қорыту қатысқан кезде өзінен өт сұйықтығын бөледі. Майлы заттарды ыдырату үшін. Және нәжіске де түс береді. Бауырда негізгі тағы бір қызметті қантты, яғни глюкозаны глюкоген түрінде сақтайды.